Сәлем достар, бүгін сіздермен естіп тұрғандарыңыздай қыдырлақ болып шығатын үй жағдайында чипсы дайындайтын боламыз. Ең алдымен картоптарымызды жіңішкелеп турап алатын боламыз. 1-2 см болуы қажет. Және де оған салқын су құйып, бетін жауып, көпіргенше қайнатып алатын боламыз. Дәл осылай видеодағыдай беті көпіруі қажет. Енді оны салқын суға 2-3 қайтара шайып алатын боламыз видеодағыдай. Ыссы күйінде кептірмейміз, барлығының суып, салқын күйінде болуын қадағалайтын боламыз. Достар, менің қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мен әр елдің тағамдарының рецебімен бөлісіп отыратын боламын. Картоптарымызды салқындатып болдық. Енді осылай қағаз сүлгімізге барлығын кептіріп, жайып алатын боламыз бір-бірлеп. Барлығының толықтай кебуін қадағалаңыздар. Бетінде осылай сүлгімен сүртіп шығыңыздар. Су күйінде жасауға болмайды. Ол кезде қытырламай қалатын болады. Енді барлығы толықтай кепкеніне көз жеткізгеннен соң үстіне кукуруз крахмалын қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Майымызды алдын ала қыздырып қойып, орташа отта барлығын екі жақ бетін қуырып алатын боламыз чипсыларымыздың. Күйіп кетпес үшін араластырып тұрыңыздар екі жағында. Мінекей, біздің чипсыларымыз дайын болды. Осылай қытырлақ болып, керемет болып шығатын болады. Осын сіздерге естіртіп жатырмын әдейі. Ас болсын, баршаңызға сіздер де дайындап көріңіздер.